Алан, не істеп отырсың? Мен батыр тұлғалармен танысып отырмын. Мен де батыр тұлғалармен танысайын. Мынау тарих туралы кітап қой. Иә, бұл кітапта еліміздің тарихы туралы, батырлары жайлы мәліметтер бар. Алан, бұл адамдардың суреттері неге осында көрсетілген? Себебі бұл адамдар біздің жерімізді жаудан қорғады. Жерімізді қалай қорғады? 1941 жылы Ұлы Отан соғысы болған. Қазақтың батыр жігіттері мен қыздары жерімізді қорғау үшін бірден соғысқа аттанған. Олар батырлық пен ерлік көрсетіп, бізге бейбітшілік сыйлаған. Батыр бабаларымыздың арқасында біз бейбіт заманда тыныш өмір сүріп жатырмыз. Біз батыр бабаларымызға бас иеміз. Алан, мынау кімнің портреті? Бұл Бауыржан Момышұлы атамыздың портреті. Оның музейі бар. Мына сурет те сол музейде бейнеленген. Алан, Бауыржан Момышұлы жайлы Зияттан сұрайықшы. Сәлем, Зият, бізге Бауыржан атамыз туралы айтып берші. Сәлем достар. Бауыржан Момышұлы Мәскеуді жаудан қорғады. Оның ерлігі мен батырлығы үшін алған марапаттары көп. Соғыстағы ерлігі үшін алтын жұлдыз медалімен марапатталды. Еліміздің патриот адамдарына Бауыржан Момышұлы атындағы намыс, батыр шапағаты ордендері беріледі. Бауыржан Момышұлы майдангер, жазушы болған. Ол әңгімелер, өлеңдер, мақал-мәтелдер жазды, домбыра тартты. Ол өте шыншыл, патриот адам болған. Рахмет, Зият. Алан, патриот адам деген кім? Отанын, елін, туған жерін жақсы көретін адамды патриот дейміз. Бауыржан атаның батырлықпен жаны егіз. Мен бүгін Бауыржан атаның батыр, жауынгер, әскери қолбасшы, майдангер жазушы болғанын білдім. Көп рахмет.